Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ramazan ayının соңғы 10 күні. Соңғы 10 түні. Пайғамбар саллаллаху қандай амалдар жасады? Айша анамыздан келген хадисте Айша анамыз айтады: "Кана набию саллаллаху алейхи вассалам ида дахалал ашр." Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соңғы 10 күн келген кезде, 10 түн келген кезде шадда минзара вахия лейла вайқада лах дейді. Пайғамбар саллаллаху шадда минзара, ол өзінің изарын белін буып байлайтын еді дейді. Вахия лейла, ол түндерінде ұйықтамайтын еді дейді. Вайқада ахла, ол сол сияқты өзінің отбасын оятатын еді дейді. Шадда минзара дегенде енді ғалымдар айтады, ол өзінің изарын буып байлауының себебі ол құлшылыққа дайындалған дейді. Ынтамен, сондай қатты құлшыныспен дайындалған дейді. Екіншісі мағынасы шадда минзара деген ол өзінің изарын қатты байлауына бұл отбасымен қосылмаған дейді. Яғни біздің аналарымызбен жыныстық қатынасқа түспеуі дейді. Неліктен? Өйткені маңызды соңғы 10 күн тұр Рамазанның. Неге? Ол 10 күні қадір түні бар. Аллах Тағала айтады: "Лайлатул қадр хайрун мин альфи шахр." Қадір түні 1000 айдан да хайырлы дейді. 1000 айдан да хайырлы дейді. Сол сияқты Пайғамбар саллаллаху алейхи хадис айтады: "Қадір түнін соңғы 10 түні іздеңдер" дейді. Неге хайырлы болып тұр 1000 айдан? 1000 ай дегеніміз бұл 83 жыл 4 ай. 4 ай. Кімде кім осы қадір түнінде құлшылықта болады, 83 жыл 4 айдың сауабын алады. Бір тұтас адамның ғұмыры бұл. Кім кепілдік бере алады? 83 жыл мен 84 жыл өмір сүріп, сондай құлшылық жасаймын, сондай сауапқа кенелім деген кім кепілдік бере алады? Ешкім кепілдік бере алмайды. Бұл Алланың құзырынан келген бір кеңшілік, Алланың бір берген мейірімі. Сондықтан осы нәрседен біз мұсылмандар, момындар махрұмда болмауымыз керек. Уахия лейла дейді. Ол өзінің түндерінде ұйықтамайтын дейді. Яғни құлшылықта болатын дейді. Уайқада ахла, ол сол сияқты Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің отбасын оятатын дейді. Оятып құлшылыққа үгіттейтін дейді. Енді Пайғамбар саллаллаху айтады сол сияқты хадисінде: "Ман қома лейлатул қадр иманан ихтисабан." Кім дейді? Қадір түнін дейді. Қома құлшылықта болса дейді. Иманан ихтисабан, иманмен дейді. Иман келтіре отырып, соған айқын сене отырып, иманан ихтисабан және ихтисабан үмітпен дейді. Аллахтың ажырына, Аллахтың сауабын үмітпен осы қадір түнін құлшылықта өткізсе дейді. Қадір түнін құлшылықта өткізсе, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбих, оның өткен күнәлары кешіріледі дейді. Ғуфира лаху ма тақаддама мин замбих, оның өткен күнәлары кешіріледі дейді. Сол сияқты Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жоғарыда айтты, соңғы 10 түні іздеңдер деді, қадір түнін. Сол сияқты Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде Фаджр сүресінің 2-ші аятында айтады: "Валаялин ашр." Осы 10 түнмен Аллах Тағала ант ішіп отыр. Аллах Тағала ұлы нәрсемен ғана ант ішеді. Енді тәпсір ғалымдар айтады: "Валаялин ашр" Фаджр сүресінің 2-ші аятында "Валаялин ашр" аятының бұл жерде не дейді? Қадір Рамазан айының соңғы 10 түні дейді. Соңғы 10 түні дейді. Сол сияқты Айша анамыз: "Я Расулулла, арайтана фақту лейлатул қадр ма аду." Ей Алланың елшісі, егер мен қадір түнінде болсам дейді, яғни құлшылықта болсам дейді, ма аду, қандай дұға жасаймын дейді. Қала тақулина, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айт дейді: "Аллахумма иннака афуун тухиббул афва." Аллахым, расында сен афуун, кешірушісің, тухиббул афва, кешіргенді жақсы көресің. Фаъфу анни, мені кешіре көр деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху осы соңғы 10 күніндегі, 10 түндегі амалына қарасақ, өте бір құлшыныспен, ықтияттылықпен келген осы 10 түні. Аллах Тағала осы үлкен әжірден бізді махрұм болмауымызды нәсіп етсін. Осы қадір түнінде құлшылықта болуымызды нәсіп етсін. Аллах Тағала бізді махрұм қылмасын осыдан. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам амалдарына бізде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам амал жасағандай амал жасауымызды нәсіп етсін. Аллаху тағала а'лам. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммадин валхамдулиллахи раббил аламин.